шамамен 7-8 жасар аралығындағы кішкентай қыз бала терезеге ілініп тұр деген хабарлама келіп түсті. Менің есімім Төреқұлов Нарул Батырұлы, 1998 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында туылғанмын. 2019 жылдан бері осы Астана қаласында осы Қайыл тұрғын үй кешенінде жұмыс жасаймын. 4 жылдан бері. Сол күні, сол 16:00 шамасында осы жерде жүрген балаларын, кішкентайларын ойнап жүрген аға әпкелеріміз көріп байқаған. Ол жағдайда сол кісі біздің диспетчер бөліміне хабарласып айтқан. Диспетчер бөлімі бізге рация арқылы күзет бөліміне хабарласып айтты. Сол уақытта осы жерге жүгіріп келіп қарап көрдік. Көзімізбен ілініп тұрған. Сол уақытта ойымызда енді сол қабатқа көтерілу болды бірінші. Құтқаруға шешім тез қабылдадық. Сол жерде басқа ешқандай ой болған жоқ. Ойымыздың барлығы сол болды, құтқарып қалу. Осы жердегі жұмысшылар бірге жұмыс істеп жүрген жанында тағы да күзет бөлімінде істейтін інім болды. Ол жігітті осы жерге қойып, басқа бір жағдай орын алып қала ма деп осы жаққа жаңағындай матрас бар, басқа заттар бар, соларды қарап тауып іздеп қоя беріңдер. Мен барғанша кім біледі қандай орын жағдай болады ол жерде. Біріншісінде жаңа хабарлап айтқан кісілер 21-ші этаж деп айтты. Енді ол жерде енді сасқалақтап қалды, оны санап үлгеруде. Көп қабат үйлер болғаннан кейін бір этажын қате айтып жіберді. 21-ге бардым біріншісінде, ол жерде 2 пәтерге кіріп көрдім. Ол екеуде де болмады. Терезеден қараған кезде бір қабат төмен ілініп тұр екен, солай байқадым. Ол үйден шығып, лестница арқылы бір этаж төмен түстім. Сол кезде есікті ашты, сол үйдегі кісі өзінің әпкесі. Екінші бөлмеде үй шаруалармен айналысып жүрген, көрмей қалған. Үйге кірген кезде енді бар ойымыз, мен құлап кеттім ма деп сондай ойда болдым. Шыны керек жүгіріп кірдік. Ол үйдегі әпке де білмейді оның қандай жағдайда болып жатқан. Екінші бөлмеде бейхабар. Балалар бөлмесіне кірген кезде қыздың қолын көрдім, екі қолымен ілініп тұрған подоконниктен ұстап. Сол уақытта жүгіріп қыздың қолынан ұстап, сонда Аллаға шүкір деп. Ол жерде шығып кеткен решетка болды. Ол решетка темір решетка емес, пластмасс решетка, созылмалы. Қолмен ұстасаңыз созылады. Сол жерден шығып кеткен болып тұр ғой бала. Оны әпкесі білмеген, көрмеген. Мен келген кезде үйге сол кезде өзі байқады. Көзінен жас алып сол жерде. Енді құтқарғанға дейін ол жерде бір қорқыныш болды, қорқыныш сезім пайда болды сол кезде. Қалай болады екен ол жерде, ол құлап кеткен жағдайда өз-өзімді кінәлі санап қалам ба, жаңағындай бір жерде бір қатетерлік істеп қойдым ба деген сияқты сондай ой болды. Мен келдім, құтқарып алдым, құтқарып алғаннан кейін қуанышты сезім. Барлықтарына осы жердегі адамдар көріп, рахметтерін айтып. Кәсіби құтқарушыларға тілек енді қуанышты хабармен, қуанышты жағдаймен аяқтаса екен дейміз. Барлығы оңынан болсын, ешқандай жаман хабар болмасын елімізде. Барлығы тыныш болсын дейміз. Еңбектеріне табыс тілейміз. Отбасыларына бақыт, ол кісілердің жауапкершілік көп бұл жұмыста.